Сәлем достар, бүгінгі сабақ бізде офер сабағы. Жалпы бүгінгі сабақта офер дегеніміз не? Мықты офер неден тұрады? Офердегі ережелер, офер жазудан бұрын нені білу керек? Офер жазудың формулаларын сіздерге айтатын боламын. Ең бірінші, офер дегеніміз не? Офер деген жалпы клиент бас тарта алмайтын ұсыныс. Мақсатты аудиторияға керек ұсынысты беру үшін бірінші мақсатты аудиторияны тануымыз керек. Екінші этапқа мақсатты аудиторияны өткізу үшін жасалынатын фильтр деп айтсақ та болады. Мықты офер неден тұрады? Заголовок, боль, желание, плюс обещание, выгода, плюс триггер, плюс CTI. Яғни CTI деген іс-әрекетке шақыру, подробный батырмасын басыңыз деген сияқты призк действие қоюымыз. Офердегі ережелер қандай? Офердегі ережелер, қараңыздар, мынандай ережелері бар офердің: конкретика, айқын, дәлел, мақсатты аудиторияның өнім арқылы қандай результат алады, қаншалықты тиімді екендігін не акцент қою, конкуренттерден ерекшелеу, қатесіз жазу. Конкретика деген, мысалы келтіріп берейін сіздерге, мысалы артық салмақтан арыласыз, бір аптада 5 килограмм арылыңыз деген сияқты. Бұл жерде уже конкретно айтылып тұр, барлығы. Вебинар эксперті, айына 150 миллион оборот жасап жүрген вебинар эксперті. Айқын жарнамада именно не жарнамалап жатырғаны түсінікті болу керек. Дәлел жарнамадағы айтылып жатырған ұсыныс визуально шын екені көрініп тұру керек, сонда жарнамаға доверие пайда болады. Фотоскрин, отзыв, статистиканы қойсақ болады, мысалы ол уже дәлел болып тұрады. Қазір көбісі сондай фотоскриндарын қояды. Келесі бізде мақсатты аудитория өнім арқылы қандай результат алады, қаншалықты тиімді екеніне акцент қою керек. Мысалы, кез келген адам эгоист болып келеді, оған сіздің өніміңіздің қаншалықты күшті процесс қалай өтетіні маңызды емес. Өнім арқылы клиент қандай результат алатыны, қандай выгодно екендігін түсіндіру, көрсету маңызды. Осы жерде мысалы қыздар айтқым келеді, осы жерде біз клиент келген кезде де мысалы клиентке өнімнің қандай нәтиже алатынын, өнімнің қандай екендігін жалпы түсіндіруіміз керек. Конкуренттерден ерекшелену келесі. Бұл конкуренттер сияқты креатив жасау, көптің бірі болу деген сияқты. Осындай офер қылсақ болады. Қатесіз жазу. Енді қыздар, жарнамадағы сіздің қателік клиенттің репутациясын бұзады. Яғни бұл жерде сіздің жазған оферіңіз ешқандай қатесіз болу керек. Келесі бізде офер жазудан бұрын нені білуіміз керек? Офер жазудан бұрын мақсатты аудиторияның больдарын, желанияларын, қорқыныштарын, выгода, яғни ақша үнемдеу, уақыт үнемдеу, тиімді шарттарын білуіміз керек, call to action фактыларын білуіміз керек. Офер жазудың формулалары қандай? Офер жазудың формулалары 4U, яғни пайдасы, ультрасфектификация, уақыт шектеу, ерекшелік. Мысалы қараңыз, 2 күнде 4U техникасын қолданып, сайтыңыздың конверсиясын 35%-ке көбейтіңіз, немесе ақшаңызды қайтарамыз деген сияқты. Енді қыздар, офер жазудың формуласына қараңыздар. ЦА плюс результат, яғни мақсатты аудитория плюс результат. Бұл жерде мақсатты аудиторияның қандай нәтиже алатынын көрсетуіміз керек. Мысалы, как фитнес-тренер знает свое место на рынке. Яғни мына жерде уже фитнес-тренер мақсатты аудиторияны анықтап тұр, фитнес-тренерлерді қаратып жатыр. Приходите на маркетинг КМП в Алматы для предпринимателей и экспертов. Мақсатты аудитория плюс боль, желание. Владельцы магазинов одежды уже мақсатты аудиторияны қаратып тұр, владельцы магазина одежды мына жерде болін көрсетіп жатыр, проблемасы көрсетіп жатыр. Ваши менеджеры сливают клиентов таким образом, записывайтесь на бесплатный аудит, чтобы узнать ошибки в продажах. Уже мына жерде магазины бар, одежда мен айналысатын адамдарға қаратылып айтып жатыр. Келесі қараңыздар. Цель, боль, решение. Бұл жерде мақсатты аудитория проблемасы плюс решениесі. Менторларға
уже мына жерде менторларды қаратып тұр. Көрдіңіздер ме? Мақсатты аудиториясын қаратып тұр. Менторларға қалай кейссіз, вебинарсыз, прогрессіз 5 миллион запуск жасауға болады. Дайректте разбор деп жазып, тегін консультация ал деп тұр. Мысалы, кәсіпкер товарыңызды сата алмай, клиент таппай қиналып жүрсіз бе? Бұл уже кәсіпкер мақсатты аудиториясын тапты. Мақсатты аудитория бізде кәсіпкер болып тұр. Оның проблемасы клиент таппай қиналып жүрсің бе, товарыңды сата алмай қиналып жатсың ба? Уже проблемасына тиіп тұр. Таргет жарнамасы арқылы продажаңды 3-4 есеге арттырамын. Бұл уже решение беріп тұр. Көрдіңіздер ме? Мына формулаға келіп тұр. Мақсатты аудитория ЦА плюс решение. Міне мына жерде еще дәлел бар. Бұл жерде триггер, мысалы, дәлел, скрин триггері қолданылып тұр. Подробный батырмасын басып, маған жазыңыз деген сияқты. Келесі бізде юмор, боль, выгода. Міне қараңыздар. Даже Рональдо носит брекет систему, а ты все еще стесняешься? Көрдіңіздер ме? 50% скидка деп тұр. Скидка до 21.01 қай күндерге дейін екенін көрсетіп тұр. Чтобы успеть, напиши слово брекет. Бұл бізде юмор, осындай жалпы мақсатты аудиторияның формуласы бізде осындай формула, яғни біреуі бізде қараңыздар, біреуі бізде решение, желаниясын көрсетіп тұрса, біреуі бізде решениесін көрсетіп тұру керек, бір баннеріміз, біреуі қандай выгода алатынын, қандай выгодна болатынын көрсетіп тұру керек клиенттерге. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Офер креатив міндетті түрде конспект жазып, осындай креативтер жасап келіңіздер. Келесі сабаққа маған тапсырмаларыңызды жіберіңіздер. Осындай қылып мақсатты аудитория результат, мақсатты аудитория мен желаниясы, біреуі, яғни желаниясын, біреуі решениесін шешіп жатындар қылып.